Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі біздің талдайтын сұрағымыз бұл контекст сұрақтар. Ол контекстің аты дигибридті будандастырудың цитологиялық негіздері деп аталады. Мен тақтаға жазып қояйын болар контекстің атын. Дигибридті будандастырудың цитологиялық негіздері. Сонымен біздің контекстіміз қалай аталады болар? Дигибридті будандастырудың цитологиялық негіздері деп аталады. Негізінен бізге берілген мәтінді сендерге оқиын. Дигибридті будандастыру кезінде белгілердің екі жұбы, мысалы, түсі мен пішіні зерттеледі. Бұл кезде түсі сары немесе жасыл, ал пішіні тегіс немесе бұдыр болуы мүмкін. Мысал ретінде Менделдің екі жұп қарама-қарсы белгілері бар дараларды будандастырған тәжірибесін қарастыруға болады. Ол бұршақ тұқымдарының сары, жасыл түсті және қабығы тегіс кедір бұдыр сорттарын алып будандастырғанда, бірінші ұрпақта будандардың тұқымдары сары, тегіс, пішінді болып шықты. Енді бұл 5 контекстке берілген 5 сұрақты біз талдайық. Бірінші сұрағы. Екі жұп қарама-қарсы белгілері бар дараларды будандастыруды не деп атаймыз? Дигибридті будандастыру деп атаймыз. Сонда біздің 21-ші сұрағымыздың дұрыс жауабы дигибридті будандастыру. Будандастыру. Енді біз бұл будандастыру қандай екенін көзімізді жеткізу үшін мен тақтаға сызбасын көрсетейін. Грегор Мендель генетиканың заңдарын ашты. Грегор Мендельдің бірінші заңы біркелкілік заңы, немесе басымдылық заңы. Оны біз білеміз, е? Ендеше сол Грегор Мендельдің қарама-қарсы екі жұп белгілері бойынша дараларды шағылыстыруының сызбасын қарастырайық. Сонымен Мендель ол сары бұршақ алды. Сары бұршақты біз доминатты дейміз. Доминатты дегеніміз басым белгі. Негізі Мендельде генетикалық таңбалар бұл басым белгі немен белгіленеді балар? Бас әріппен белгіленеді. Сонымен бұл сары делік. Екінші белгісі ол тегіс. Тегісті ол В әріпімен алды. Бұл тегіс дедік. Ол будандастырды. Жасыл, міне жасыл. Және кедір бұдыр. Мынау кедір бұдыр. Қараңдар, 1 белгі, 2 белгі, 3 белгі, 4 белгі. Жұптасақ 2 жұп. 2 жұп белгі бойынша, 2 жұп қарама-қарсы белгілері бар дараларды будандастыру сонымен қандай деп аталады? Дигибрид деп аталады. Ал Мендель моногибридті будандастыру дегеніміз сонда не? 1 жұп белгілері бойынша ажыратылатын дараларды будандастыруды моногибридті будандастыру деп атайды. Ұмытпаймыз ғой. Бірінші ұрпақта көрінетін басым белгілер. Бірінші ұрпақта көрінетін басым белгілерді 22-ші сұрақ ол доминатты деп аталады. Қандай белгі көрініс береді балар? Доминатты. Доминатты дегеніміз не? Басым белгі. Доминатты дегеніміз қандай белгі болды? Басым белгі. Бірінші ұрпақта
бірінші ұрпақта мынау бұл сары тегіс жасыл бұдырды біз будандастырғанда бірінші ұрпақта шығатын генотип мынандай. Дигетерозиготалы генотип шықты. Дигетерозиготалы. Бұл сары тегіс. Сонда қандай белгі көрініс берді? Доминатты белгі көрініс берді. Міне жауабы сол. 23-ші сұрақ. 23-ші сұрақ. Жасыл түсті кедір бұдыр пішінді өсімдіктің генотипі. Енді қарайық. Өзі жасыл болса, өзі кедір бұдыр болса. Міне жасыл кедір бұдыр. Сонда дұрыс жауап қайсы балар? Міне рецессивті генотип. Сонда бұл рецессивті гомозиготалы генотип. Қарап тұрсаңдар. Көріп тұрсыңдар ма? Міне жасыл кедір бұдыр. Дұрыс жауабы осы. Сонда 23 жасыл түсті. Міне жасыл түсті кедір бұдырлы. Міне кедір бұдыры өсімдіктің генотипі осы. 24-ші сұрақ. 24-ші сұрақта былай деді. Мендельдің дигибридті будандастыру тәжірибесінде бірінші ұрпақтың генотипі дейді. Міне балар алдарыңа жазып қойдым. Бұл нешінші ұрпақтың генотипі? Мынау тұрған дигетерозиготалы бірінші ұрпақтың генотипі. Сонда 4-ші жауап міне дигетерозиготалы генотип. Сонда қандай? Сары және тегіс. Неге? Себебі доминатты белгі әрқашанда көрініс береді. 25-ші сұрақ. 25-ші сұрақ былай дейді. Төмендегі генотиптерді будандастырғанда қандай ұрпақ алынады дейді. Міне, осы генотиптерді будандастырғанда қандай ұрпақ алынады дейді. Біз ол үшін пенеторына осыны саламыз, есепті шығару үшін. Біз бірінші пенеторына салмастан бұрын біз неге ажыратамыз оларды? Олардан не аламыз? Балар? Олардан біз комбинацияларды аламыз, Қандай гендерді аламыз? Бұл жерде екі түрлі. Міне, екі түрлі ген пайда болды. Мына жерде бір-ақ түрлі. Сонда біз пенеторына салған кезде пенеторына салайық. Біз біреуін аталық, біреуін аналық деп айтайық. Біріншісіне екінші генотип. Міне, мына жерде бір-ақ гамет алынып тұр, бір-ақ гамет алып тұр. Ал енді біз осыны біз не түзілетін біз қарайық, балар. Сонда бізде не түзіледі? Қандай генотиптер түзіледі? Мына гаметалардан соны қарап шығайық. Будандастырайық. Қараңдар. Не түзілді? Мынау қандай еді, балар? Бізде жасыл болатын. Естерінде бар ма? Міне. Мынау тегіс болатын. Мынау бізде қандай? Жасыл. Мынау да тегіс. Неге? Себебі, неге мынау тегіс? Мынау генотип неге тегіс? Себебі үлкен доминат белгі көрініс тауып тұр. Сонда доминат белгісі бұл көрініс тапқаннан кейін тегіс болып тұр. Сонда жасыл және тегіс. Сонда барлығы жасыл түсті, тегіс пішінді. Жауабы қандай? Барлығы. Барлығы. Жасыл түсті. Тегіс пішінді. Міне балар, 25-ші сұрақта бізге будандастыру мысалы берілген, содан біз не алып тұрмыз? Біз сұраққа жауап беріп тұрмыз. Барлығы жасыл түсті және
тегіс пішінді деп. Ол үшін біз не алуымыз керек екен? Гамета аламыз. Бірінші генотиптен алынған гамета екі түрлі болды. Екінші генотиптен алынған гамета бір түрлі болды. Ол gaметаларды бір-бірімен будандастыру үшін біз міне торға салдық. Сол кезде біз жауабын алдық. Сонымен балар, біз бүгінгі контексттің аты не еді? Дигибридті будандастырудың цитологиялық негізі деп аталған. Осы 5 сұрақ соған байланысты берілген. Сендерге бұл сұрақтардың жауабы түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.